Бәріңе сәлем достар, сіздермен әдеттегідей Қазбек ағай, және бүгінгі видеода біз кері тригонометриялық функциялар және период деген тақырыпты қарастыратын боламыз. Болса бастайық. Бізде бірінші арксинус пен арккосинустың, яғни кері функциялардың анықталу облыстары көрсетілген. Яғни бізде арксинустың анықталу облысы ол минус пи бөлінген 2 менен пи бөлінген 2-ге дейінгі аралық. Бұл екі нүктеде ол қабылдай алады. Яғни бұл жерде мағына қандай? Біз арксинус, мына жерде какой-то бір мән тең деген кезде ол 100% минус пи бөлі 2 мен пи бөлі 2-нің арасынан ғана шығады. Болды. Мысалға 3π бөлінген 2, немесе мына жақта мысалы 210 градус деген сияқты мәндер одан шықпайды. Бізден шығады тек қана минус пи бөлі 2 мен пи бөлі 2-нің арасында сандар. Арккосинуста дәл сол әңгіме, бірақ бұл жерде міне 0-ден бастап пиге дейінгі аралықта анықталады. Яғни бұл жерде уже біз мысалы арккосинус қандай да бір сан тең болады деген кезде мысалы минус пи бөлі 4 деген сияқты нәрселерді жазбаймыз. Біз жазамыз 0-ден бастап 180-ге дейінгі аралықтағы градустарды. Енді синуста міне 10 градустар бірінші шеректе жатады, теріс градустар 4-ші шеректе жатады, яғни дәл астында. Ал арккосинуста 10 градустар бірінші шеректе жатады, теріс кешірім сұраймын, оң мәндер деп айтқым келді достар. Оң мәндер бірінші шеректе жатады, теріс мәндер мынау екінші шеректе жатады. Мысалға арксинус 2-ден 1 деген ол пи бөлу 6 болатын болса, яғни бұл жерде мағына қандай? Синус 2-ден 1-ге қанша градуста тең болады? Синус қанша градуста 2-ден 1-ге тең болады? Ол әрине бізде пи бөлінген 6, яғни 30 градус. Енді тура осы, бірақ бізде минус таңбасымен келетін болса, дәл осы пи бөлу 6-ның алдына минус таңбасын қоя саламыз, болды. Сонда арксинус минус 2-ден 1 деген минус пи бөлінген 6 болады. Арккосинус түбірасты 2 бөліп 2. Арккосинус, яғни бұл жерде де логика тура сондай. Косинус қанша градуста түбірасты 2 бөлі 2-ге тең болады деген сұрақ. Мынаның сұрап жатқаны. Ол әрине бізде 45 градус. Ал енді бізде теріс мәнді сұрайтын болса, достар, осы жерде сәл қиындау. Пи азайтылған деп алып тастаймыз. Яғни міне арккосинус түбірасты 2 бөлі 2-ге тең болатын градус, ол пи бөлінген 4, яғни 45 градус еді ғой. Біз минус таңбасын алдына қоятын болсақ, мына жерге минус таңба қоятын болсақ, онда не істейміз? 180-нен осы мынау 45-ті азайтып тастаймыз. 180-нен 45-ті. Яғни 180-нен оң мәнге тең болатын градусын алып тастайсыздар. Сонда 3π бөлінген 4 деп шыға салады екен достар. Мына жерде арктангенс пен арккотангенс, бұл жерде әңгіме тура сондай, просто мына жерде ол анықталмаған болады. Минус пи бөлі 2 мен пи бөлі 2-ні олар қабылдамайды. Мына жерде бізде 0-ден пиге дейін тоже бұл жерде қабылдамайды. Мына жерде екеуде жабық нүкте байқасаңыздар, мұнда ашық нүкте. Бірақ логикасы дәл сол логика. Енді есептерді шығаруды бастайық. Арксинус минус түбірасты 3 бөлінген 2. Бұл бізде қанша градус болады? Біріншіден, синустың түбірасты 3 бөлу 2-ге тең болады. Градусын тауып алыңызшы, ол сізде 60 градус болады, дұрыс па? 60 градус. Енді бізде мына мәннің алдына минус таңба келсе, мына жерге просто минус таңбасын қоя салу керек болды. Қосылған арктангенс түбірасты 3, яғни тангенс қанша градуста түбірасты 3-ге тең болады? Ол әрине бізде 60 градуста. Сонда минус 60 плюс 60 ол бізге 0-ді береді екен. Бұл жерде пимен жазылу бұл шарт емес. Өзіңізге қалай ыңғайлы, солай жаза берсеңіз болады. Кеттік келесі. 2 арксинус минус түбірасты 3 бөлі 2 дейді. Мынау алдындағы 2 ол көбейтіліп жүре береді. Яғни міне 2 көбейтілген арксинус минус түбірасты 3 бөлі 2-ні біз жаңа ғана жаздық, сондықтан орнына сразу жазып кетейік. Минус 60 градус. Қосылған арктангенс 1. Тангенс ол как синус сияқты анықталады бізде. Котангенс ол косинус секілді анықталады арк функциялары. Арктангенс минус 1. Бірінші тангенстің минус 1, то есть плюс 1-ге тең болатын градусын тауып алайық. Тангенс плюс 1-ге тең болады 45 градуста. Бірақ енді бізде мына мәннің алдына минус таңба келсе, осы 45-тің алдына минус таңбасын қоя саламыз, болды. Қосылған арккосинус түбірасты 2 бөлінген 2, бұл бізде тоже 45 градус болады. Өйткені косинус 45 градуста түбірасты 2 бөлінген 2-ні қабылдайды. Сонда бізде мына екеуі өзара қазір жойылып кетеді, достар. Бізде не қалады? Минус 120 градус қалады. Енді сіздерде жауапта минус 120 градус деп тұрмаса, онда бұны неге айналдырды деген сөз? Радианға айналдырды. Пи арқылы. Біз оны алдыңғы сабақтарда айтқан едік. Пи деген 180 градус болса, онда 120 градус деген бізде қалай жазылады? Осы жерден x-ті табатын болсақ, біз жай ғана не істейміз? 180 астына 120 мен мына пи не істейді? Көбейтіліп кетеді, достар.
Сонда екеуі де бізде қысқарады. Так, мына жерден 0-ден сразу алып тастай саламыз. 12 мен 18 екеуі де бізде 6-ға қысқарып кетеді. Мынау 3 болады, мынау 2 болады. Сонда 2π бөлінген 3 деп, егер білмесеңіздер, осылай келтіріп алсаңыздар болады. Енді білетін оқушылар болатын болса супер, білмейтін оқушыларға осындай әдісін көрсетіп жатырмыз. Келесі үшінші есеп. То есть енді достар, осы бір және екінші есептер бойынша бір айта кетейікші, сонда бізде градус келген кезде, то есть арк функциялар келген кезде просто градустарды табу керек и все, болды. Ол үшін біз таблицаны білсек жеткілікті достар. Жақсы, кеттік. Әрі қарай енді үшінші есепке келейік. Үшінші есепте міне түп асты 3 деп тұр екен. Алдында коэффициент осының өзін жазып қоямыз. Енді достар, бізде мына жерде синус арк косинус минус 2-ден 1 деп тұр. Бұны біз қалай есептейміз? Бұл жерде қараңыздар, арк косинус минус 2-ден 1-ді бірінші есептеп алу керек. Мен мына бұрышына жазып қоя салайын. Арк косинус минус 2-ден 1-ді біз қалай есептейміз? Ол үшін біз пи-ді бірінші жазып қоямыз міндетті түрде и одан азайтамыз. Нені азайтамыз? Косинустың плюс 2-ден 1-ге тең болатын мәні. Яғни ол бізде 60 градус еді. Яғни косинус бізде 60 градуста 2-ден 1-ге тең, плюс мәнін азайтып тастаймыз. Сонда бізде 3π бөлінген 2 болады. Егер мен пиге түсінбеймін десеңіздер, онда градуспен жазып көрсетейік. Біз 180 градустан азайтамыз косинустың 2-ден 1-ге тең болатын градусын. Ол бізде қанша еді? Плюс 2-ден 1-ге тең болатын керек, именно. Ол бізде 60 градус еді. Сондықтан мінекей мына жерге жазамыз. Бізде 120 градус шығады. Болды. Осы екен біреуін қолдана береді, сіздерге өздеріңізге қайсысын ыңғайлы сонымен жұмыс жасай беріңіздер. Енді бізге түсініктірек болу үшін, давайте мен мынаумен жұмыс жасай берейін, хорошо? Сонда бізде міне былай болып тұр, синус. Мына жердің орнында бізде не тұр? 120 градус тұр. Ал енді достар, 120 градусты кім қалай табатынын мен білмеймін. Қазір енді чисто математикалық жолмен мен келтіру бұрыштары арқылы сізге шығарып көрсетейін. Оны шығару үшін бүйтеміз. Түп асты 3, мында синус 90 градус қосылған 30 градус деп жазсақ болады. Мына бізде түп астындағы 3. Мына жерде енді синус келтіру бұрышы бойынша 90-ды ауысып кетеді, косинус 30. Таңбасы синус 90 градус деген мынау, біз оған қосып тұрмыз. Екінші ширек. Екінші ширектегі синустың таңбасына қараймыз. Косинустық не емес, синусқа нені берді, соған қараймыз. Ол бізде плюс, сондықтан плюс болады. Енді косинус түп асты, то есть косинус 30 градуста түп асты 3 бөлі 2-ге тең. Сонда былай болып тұр бізде түп асты 3 көбейтілген, түп асты 3 бөлінген 2. Сонда бізде 2-ден 3 болды. Немесе ол 1/5 деп айналдырсақ болады. Все, осымен қазір үшінші есеп аяқталды достар. Келесі бізде төртінші есеп. Бұл жерде достар котангенс 2π деп тұр. Енді қараңыздар. Бұндай есептерде келтіру бұрышын көрсеңіздер, жалпы тригонометрияның любой есебінде келтіру бұрышы көрдіңіз ба? Бірінші келтіресіз, сосын барып есепке кірісеміз. Мына жерде 2π-де бізде котангенс ауыспайды, я. Котангенс мына жерде 3 арк синус түп астындағы 2 бөлінген 2 болып қала береді. Және осы жерден біз мынау котангенстің таңбасын анықтауымыз керек. Мына жерде 2π тұр міне. Біз одан какой-то бір бұрышты азайтатын болсақ, міне ол мына бір төртінші ширекке келеді. Төртінші ширектегі котангенстің таңбасы ол бізде минус болады. Демек, мынаның алдына минус таңба қоюды ұмытпау керек. Все, енді барып не істейміз әрі қарай? Минус котангенс, мына жерде 3 көбейтілген, арк синус түп асты 2 бөлінген 2 дейді достар. Яғни синустың түп асты 2 бөлі 2-ге тең болатын градусын іздеп жатыр. Ол деген бізде 100, кешірім сұраймын, қайдағы 100? Бізде 45 градус. Вот, сонда енді 3 пен 45-ті көбейтеміз, сонда бізде котангенс 135 градус болады. Енді достар, котангенс 135 градусты есептеу үшін тура бағанағыдай келтірумен жазсаңыздар болады. Минус котангенс 90 градус қосылған 45 градус. Бұл жерде бізде котангенс 90-ды ауысып кетеді тангенске және 45 градус. Енді таңбасына келейік. Мына таңба ол бағана әнеу бастан келетқан таңба, бұл келтіруден шығып тұрған минус емес. Енді қараңыздар, 90 деген міне мына жер. Біз оған какой-то бір бұрышты қостық, ол неседе екінші ширекке өтті. Екінші ширектегі мына котангенстің таңбасы қандай? Ол әрине бізде минус. Демек, мына жерге тағы да бір минус таңбасын қойсақ, 2 минус таңба плюске айналып кетеді. Сонда тангенс 45-тің өзі ғана қалып тұр, минус таңбалар плюске айналды достар. Сонда тангенс 45-те 1-ге тең. Все. Біздің есептің шешімі 1-ге тең екен достар.
Енді мына нәрсені әрбір оқушы әртүрлі есептейді достар. Мен барлығын түсінікті болу үшін әрі өткен тақырыппен кішкене қайталау жасау үшін осылай келтірумен көрсетіп жатырмын. Келесі бізде 5-ші есеп. Косинус квадрат пи бөлінген 2. Тағы да не келіп тұр? Келтіру бұрышы. Міндетті түрде келтіреміз. Келтіріп алған кезде косинусымыз бізде синуске ауысып кетеді. Өйткені пи бөлу 2-де ауысады деп айтқанбыз. Синус квадрат жақшаның ішінде арк синус минус түбір астындағы 3 бөлінген 2. Енді достар қараңыздар. Біз айтқан едік, егер мынаның дәрежесі жұп болатын болса, келтірген кезде одан всегда оң сан шығады. Таңбасына қарамай қойсақ болады, иә? Бізде итакты жұп сан болып тұр. Бұл жерде полигон қазір бізден оң сан шығып кетеді. Сол үшін таңбасын зерттемей қоямыз. Иә? Есілше ұмытып қалсаңыздар, міндетті түрде өткен сабақта қарап шығыңыздар. Жақсы, енді синус квадрат арк синус деген нәрсе ол не? Ол түсінікті болу үшін былай сіздерге жазып көрсетейін. Синус жалпы квадрат деген не? Өз-өзіне көбейту емес пе? Сонда мұнда арк синус минус түбір астындағы 3 бөлінген 2 тұр. Және көбейтілген синус, мына жерде арк синус минус түбір астындағы 3 бөлінген 2 тұр достар. Яғни квадрат ол өз-өзіне көбейту. Егер түсінбесеңіздер, осылай ашып алсаңыздар болады. Енді қараңыздар, осындай жерде біз синус пен арк синусты қысқартсақ болады. Типа ол мынандай нәрсе. Мысалға, түбір астындағы 2-нің квадраты десе, біз 2 мен мұны түбірді қысқартып жіберсек болады ғой. Тура сол сияқты болды. Синус пен арк синус келіп тұр. Бірақ міндетті түрде бұл жерде не болу керек достар? Екеуінің функциялары бірдей болу керек. Біреу синус болса, біреу косинус болса, олар қысқармайды. Біреу тангенс, біреу котангенс болса, олар қысқармайды. Міндетті түрде синус арк синус, косинус арк косинус, тангенс арк тангенс, котангенс арк котангенс болуы маңызды. Вот сонда бізде мұны екен қысқартатын болсақ, минус түбір астындағы 3 бөлінген 2 қалады. Мына минус таңбасын мына жерге жаздық достар. Көбейтеміз, мына жерде тоже қысқарып кетеді бізде. Сонда минус түбір астындағы 3 бөлінген 2. Енді екеуін бір-біріне көбейтсек, әрине бізде 3 бөлінген 4 шығады. Міне есептің шешімі шықты достар. Енді сіздерде сұрақ туындауы мүмкін. Егер мына жерде сонда 16 дәреже болса не істейміз? Осылай 16 рет көбейтеміз ба деген сияқты. Жоқ, ондай емес. Ол кезде просто мұны екеуін қысқартасыздар. Мына жерде тұрған дәрежені мынаған лақтыра саласыздар, болды достар. Хорошо? Қайталап айтамын. Мына екеуін қысқартамыз. Сонда мынада тұрған дәреже мынаған лақтырамыз. Мен мұнда екінші әдісін көрсете салайыншы, айтып отқан әдісімді. Сосын минус түбір астындағы 3 бөлінген 2-нің шекесіне мына дәрежені қоя саламыз. Егер мына жерде 20 деп тұрса, мұнда 20-ны кеп қоя саласыздар деген сияқты. Вот. Все. Мынаны да есептейтін болсақ, тура осы 4-тен шығады есепші. Осымен 5-ші есеп аяқталды. Келесі бізде 6-ші есеп. Вот. Есептің ең маңызды түрі келді бізде. Синус арк косинус 5-тен 4. ОГТ деңгейінде көбіне сіздерге осыған дейін және осы 6-ші есептегі есептер көп келеді. Қалай шығарамыз? Бұл жерде шығару үшін достар, мені былай жазсаңыздар болады. Екі әдісі бар. Біреуі ол үшбұрыштар әдісі, екіншісі чисто математикалық әдіс. Бірінші ол бізде былай. Үшбұрыштар әдісі деген не нәрсе? Мынандай тікбұрышты үшбұрыш сызып қоясыздар. Мен өзім бұл әдісті негізі көп қолданбаймын достар, бірақ кімге керек үйреніп алсаңыздар болады, бірақ желательно мен өзім қолданбаймын бұл әдісті. Арк косинус деген не нәрсе? Мысалға, мына бұрышты біз альфа сүйір бұрышы деп алатын болсақ, косинус дегеніміз ол тікбұрышты үшбұрыштың сүйір бұрышына іргелес катеттің гипотенуза қатынасы. Яғни іргелес катеттің осы гипотенуза мынау болады достар. Астында тұрғансан гипотенуза, үстінде тұрғансан іргелес катет болады. Енді біз осы арқылы не істейміз қазір? Пифагорды қолданамыз. Пифагорды жазу үшін біз 5-тің квадратынан 4-тің квадратын түбірдің астына азайтып тастаймыз. Сонда бізде 3 шығады. Енді пифагорды білетін шығармыз деген ойда, оны жазып көрсетпей қойын. Енді осы бұрышқа қатысты синусты жазамыз. Синус альфа осы жерде бізде неге тең болады? Қарсы катеттің гипотенуза қатынасына тең болады. Астындағы 5 тұра береді, үстінде 3. Синус альфа 5-тен 3-ке тең. Болды, біздің есептің шешімі қазір 5-тен 3 болып шығады. Вот, осындай бір әдіс бар. Енді келесі екінші әдіс. Ол бізде қалай? Косинус, мына жерде арк косинус деп тұр ғой бізде. Осы жерден сол косинус альфаны аласыздар да 5-тен 4-ке теңестіре саласыздар болды. Арк косинус 5-тен 4 деп тұр ма? Онда косинус альфа 5-тен 4 деп жаза саламыз. Енді бізге осы жерден синусты табу керек. Оны қалай табамыз? Ол үшін бізге өзінің арнайы формуласы бар еді. Достар, косинус квадрат альфа қосылған синус квадрат альфа тең болады 1.
Косинустың орнына мына мән әкеп қоя саламыз. Сонда бізде 25-тен 16 қосылған синус квадрат альфа тең болады 1. Мынаны былай қарай минус таңбасымен өткіземіз, достар. Бізде ортақ бөлім беріп, барлығын ықшамдағаннан кейін бізден 25-тен 9 шығады, достар. Ортақ бөлім бергеннен кейін шығып жатыр, если что. Екі бетіне түбір қойып жібере саласыздар, болды. Сонда сіздерде синус альфа тең болады екен 5-тен 3. Мінекей, достар, есеп шықты. Сонда бұл жерде де бізден 5-тен 3. Енді кімге қайсысы ыңғайлы сол, жалпы, бірақ мен өзім мына әдісі көп қолданамын. Жақсы, келесі бізде 7-ші есеп. 3 көбейтілген тангенс аркосинус 5-тен 3 дейді. Бұл жерде де әңгіме тура осы. Яғни косинус альфа ол бізде 5-тен 3-ке тең болатын болса, онда тангенс неге тең болады? Тангенс альфа неге тең? Біз ол үшін не істейміз? Тангенс пен косинусты байланыстыратын бізде қандай формула бар? Бізде мынандай формула бар. 1 қосылған тангенс квадрат альфа тең болады 1 бөлінген косинус квадрат альфа деген. Я, осы формуланы білеміз. Немесе біз былай жасасақ та болады. Міне бірінші формула или екінші формула ол біз былай. Синусты тауып аламыз бірінші қазір. Синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа тең болады 1. Осы жерден, достар, синус какой-то бір мәнге тең болып шығады бізде. И сосын тангенс деген не? Тангенс деген ол бізде синустан косинуске қатынасы деп, синустың мәні мен косинустың мәнін бөліп жіберу арқылы шығарсақ болады. Міне бірінші мына формула, потом мынаған әкеп қоя салсақ болады. Бұл екінші әдіс, достар, иә. Басқа бір формула қолдану арқылы. Немесе бұлай екі формула қолданбай-ақ, бір ғана формуламен, яғни бірінші формуламен де шығара салсаңыздар болады. Кімге қайсысы түсінікті, қайсысы ыңғайлы, сонымен шығара беріңіздер. Мен қазір бірінші формуламен кете берейін. Просто сіздерге түсіндіріп жатырмын, осындай да әдісі бар. Сонда 1 қосылған, мына жерде тангенс квадрат альфа тең болады 1. Астында косинустың мәнін квадраттау керек. Косинустың мәні 5-тен 3 қой. Квадраттасақ 9-дан 25. Енді сатылы бөлшек ережесі бойынша ең астында тұрған нәрсе ең үстіне көтеріліп кетеді, достар. Сонда мынаған келіп шығады. Немесе ол түсініксіз болса 1 бөлінген 25-тен 9 деп жазып, бөлуді көбейтуге айналдыратын болсаңыздар, тоже осы 9-дан 25 болып шығады. Кімге қайсысы түсінікті, сол әдісті ала беріңіздер. Енді мына жерден бізге не істеу керек? Мынаны былай өткізу керек, или болмаса 1-ді өткізейік, давайте. Так, 1-ді былай қарай өткізіп аламыз. Сонда бізде тангенс квадрат альфа тең болады 9-дан 25 азайтылған 1. Осы жерден ортақ бөлім 9-дан бері жіберейік, бізден шығады 9-дан 16. Енді бізде тангенс квадрат альфа тең болып жатыр 9-дан 16-ға. Значит, екі бетіне түбір қоя саламыз. Түбір қоятын болсақ, мынадан 3-тен 4 шығады. Все, есептің шешімі 3-тен 4. Бірақ бізде не бар? Алдында 3 көбейтіліп тұр. Сонда мінекей 3 көбейтілген 3-тен 4 міне. Мынаның мәнін таба салдық болды. Ол 3-тен 4 болды. 3 пен 3 қысқарды. Бізде 4. Все, достар, есептің шешімі бізде қазір 3-тен 4-ке тең болып шықты. Келесі 8-ші есеп. Синус пи минус дейді. Міндетті түрде, достар, келтіруді көрдік па? Міндетті түрде сонымен жұмыс жасаймыз. Синус пи де ауыспайды, синус күйінде қалады. Пи деген ол бізде мына жер. Одан какой-то бір бұрыш азайтылды, ол екінші ширекке өтті. Екінші ширекте синустың таңбасы плюс, сондықтан мұнда синус, арк синус 7-тен 2. Бұндай кезде біз бағана айттық, мұны екеуі қысқаратта, мұна аргументтің өзін жазып қоя саламыз 7-тен 2. Бірақ, достар, қараңыздар. Мұнда 7-тен 2 деп жаздық. Бұл жерде мәні минус 1 мен 1-дің арасынан асып кетпеу керек. Ондай да ережесі бар. Бірақ болған қазір соңына таман тоқталып өтеміз. Хорошо? Пока осылай түсіне берсеңіздер болады. Мынау енді минус 1 мен 1-дің арасындағы сан. 2-ні 7-ге бөліп жіберсек, где-то 0, 1-демсе шығады. Ол минус 1 мен 1-дің арасында бар. Сондықтан қысқартып өтіп кете берсеңіздер болады. Келесі 9. 2 түбірасты 5 котангенс арк синус 3-тен 2 дейді. Алдындағы 2 түбірасты 5-ті өзін жазып қоямыз. Міне көбейтеміз. Енді котангенс арк синус 3-тен 2. Синус альфа 3-тен 2-ке тең болған кезде котангенс альфа неге тең? Ол үшін екеуін байланыстыратын формула бар. Қандай? 1 қосылған котангенс квадрат альфа тең болады 1 бөлінген синус квадрат альфаға. Осы жерден орнына мән жерін қоя саламыз. 1 қосылады котангенс квадрат альфа тең 1 бөлінген синустың мәнін квадраттаймыз. Ол бізде 4 бөлінген 9.
сатылы бөлшек ережесі бойынша 9 әдеттегідей үстіне көбейтіліп кетеді. Осы жерден котангенс квадрат альфаны табатын болсақ, 4-тен 9 азайтылған 1. Ортақ бөлім 4-тен 1 емес, 4-тен 5 шығып тұр қазір. 4-тен 5-ті шығарып алдық достар. Енді бізде котангенс квадрат альфа ол 4-тен 5 болып тұрса, значит не істейміз? Ой-ой. Екі бетіне түбір қойып жібереміз. Сонда бізде түбір асты 5 болып қалады. 4 түбірден 2 болып шығады. Түбір асты 5 бөлінген 2. Енді осы мұнда жазамыз түбір асты 5 бөлінген 2. 2 мен 2 қысқарады. Түбір асты 5 пен түбір асты 5-ті көбейтсек, жай ғана 5-тің өзі шығады. Сонда есептің шешімі 5-ге тең. Деген достар, 10-шы есепте косинус 2 арк синус 5-тен 4 дейді. Бұл жерде біз мына жерде 2 деген нәрсеге қарауымыз керек. Яғни типа мынау деген достар, жалпы арк функцияның мағынасы не? Арк деген нәрсе ол мән арқылы градусты шығарып беріп емес пе? Бағанадан бері біз арк деп жазған кезде жауабымыз градус болып шығып жатыр да, мысалға. Арк синус 2-ден 1 болса, значит 30 градус деген сияқты. Вот енді мынау деген какой-то бір градус қой, сонда альфа ғой, значит, градус деген қандай да бір альфа. Енді бізде типа мынандай нәрсе болып жатыр, сонда косинус 2 еселенген қандай да бір градус. Білмейміз ғой, әйтеуір бір градус. Енді косинус 2 альфаның формуласы қандай бізде? Косинус квадрат альфа азайтылған синус квадрат альфа. Осындай бір формуласы бар. Или мынандай формуласы бар. 2 косинус квадрат альфа азайтылған 1. Тағы да бізде 1 азайтылған 2 синус квадрат альфа. Осындай үш формуласы бар достар. Енді қайсысын қолданған ыңғайлы болады? Бізге мынаны қолданған ыңғайлы болады. Өйткені мына жерде бізде синус бар да, қазір ол екінші бір жұмыс болып кетейін деп тұр. Бізге мынаумен жұмыс жасаған ыңғайлы. Сонда біз былай жазсақ болады міне. Косинус 2 еселенген альфа, ол бізде тең болады 2 косинус квадрат альфа минус 1. Енді біз жаңа альфаның орнына не нәрсе қойып едік достар? 2 арк синус 5-тен 4. Демек бұл бізде неге тең болады? 2 косинус квадрат арк синус. Так, стоп, бізде синус та бар екен ғой. Құдай-ай, оны байқамайбыз. Ладно, кете берейік. Мұнда 5-тен 4. Азайтылған 1. Все, достар, енді қараңыздар міне. Бізде синус мына жерде альфа 5-тен 4-ке тең болса, онда косинус квадрат альфа неге тең деген сұрақ қой. Оп-оңай ғой достар. Біз жаңа формуласын жазғанбыз. Косинус квадрат альфа қосылған синус квадрат альфа тең болады 1-ге. Осы жерден бізде енді косинус квадратты табу керек біз. Мынаның орнына мәнін қоя саламыз. Квадраттап. Сонда қоятын болса, ол 25-тен 16 тең болады 1. Мынаны былай қарай өткізіп аламыз ғой достар. Сол кезде ол 1-ден азайтылады, иә? Значит, ол бізде неге тең болады? 25-тен 9-ға тең болады. Енді бізге түбірді қолданбаймыз бұл жерде достар. Неге? Өйткені бізге итак осы квадратты табу керек та, так что түбір қолданбай қойсақ болады. Косинус квадраттың мәні тұр бізде. Все, енді орнына келіп қоя саламыз. Сонда неке, мынаның орнына біз мынаны әкеліп қоямыз. 2 көбейтілген 25-тен 9 квадраттап жермейміз достар. Біз итакты косинус квадратты анықтадық жаңа. Азайтылған 1. Енді осыны есептейтін болсақ, бізде қанша шығады? Мұнда 25 болады. Мұнайке 18, мұнаған ортақ бөлім 25-тен береміз, минус 7. Все. Сонда минус 7 бөлінген 25 деп шарсақ болады екен достар. Енді сіздерге кішігірім практика болсын. Осы видеоны көріп отырсаңыз, мынаумен шығарып көріңіз, мынаумен шығарып көріңіз. Осы екі формуламен де сіздерде бірдей жауаптар шығуы керек. Все, кеттік бізде енді келесі 11-ші есеп. Бұл жерде де достар синус 2 арк косинус деп тұр. Біз айттық, любой арк, ол арк косинус, арк синус, арк тангенс, арк котангенс барлығы дерлік не болады? Бұрыш, қандай да бір градус. Сондықтан біз оны какой-то бір альфа деп алайық. Получается, мұнда синус 2 альфа тұр. Ал синус 2 альфаның формасы қандай еді? 2 синус альфа косинус альфа еді. Енді осы альфаның орнына біз жаңағы мына бір арк косинус 17-тен 15 деген нәрсені әкеліп қояйық. Сонда 2 синус альфаның орнына міне мынаны әкеліп қоямыз. Арк косинус 17-ден 15. Потом косинус арк косинус 17-ден 15. Міне. Косинус арк косинус қысқарады достар. Сонда бізде не қалады? 2 көбейтілген 17-ден 15. Көбейтілген синус арк косинус
17-ден 15. Бізден осы нәрсе қалды. Енді бұл жерде қалай шығару керектігін уже өздеріңіз түсініп отырған шығарсыздар. Біз косинус альфа 17-ден 15-ке тең болған кезде синус альфаның мәнін табуымыз керек. Ол үшін тура бағанағыдай формуланы жазамыз. Косинус квадрат қосылған синус квадрат тең болады 1 деген. Сол жерден енді синусты сразу мен түрлендіріп ала салайын. Ол бізде неге тең болады? 1 азайтылған косинус квадрат альфа түбірдің астында. Сразу жаздым достар, қайталап жаза бермей-ақ бірден соңғы результатты жазып кете салдым. Егер түсінбесеңіз, жаңағы синус квадрат плюс косинус квадрат тең 1. Соны біз қалай қолдандық? Мұнда тура солай қолданып жатырмыз. Алдыңғы есептегідей достар. Осы жерден енді синусты табатын болсақ, бізде не болады? Түбірдің астында 1 азайтылған 289-дан 225. 289-дан 225-ті азайтатын болсақ, бізден 64 шығады, ол түбірден 8 болып шығады, мына 17 болып шығады. 17-ден 8. Значит, мынаның мәні, ол неге тең екен? 17-ден 8-ге тең болып шығады екен достар. Болды, енді осының орнына қойып есептейміз мені. Так. Мұнда жазайық. Мұнда 17-ден 30 көбейтілген 17-ден 8. Сонда 289, мына жерде 240. Енді екеуі может қысқарады, может қысқармайды. Оны өздеріңіз көре жатарсыздар. Мен жауапты осылай қалдыра берейін. Жақсы, келесі 12-ші есеп. Бұл жерде достар келтіру борышы. Міндетті түрде бірінші келтіру борышына қараймыз. Ол жерде біз косинуске ауысатынын көріп тұрмыз. Пи бөлу 2. Так, мына бізде бір ширек болсын. Пи бөлу 2 деген мына жер. Қандай да бір градусты азайттық. Бірінші ширекке өттік. Бірінші ширектегі синустың таңбасы плюс. Сондықтан мұнда плюс таңба қойылады косинустың алдына. Потом бұрышы 2 арк тангенс 0,128 мінекей. Бұл есепті әрі қалай шығарамыз? Бұл есепті әрі қалай шығару үшін біз тура бағанағыдай мынаны қандай да бір альфа деп қарастыратын болсақ, онда косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа или типа того бірнеше формулаларды шығара беруге болады. Енді мен қазір мына формуланы қолдана берейін. 2 косинус квадрат альфа минус 1 деген. Енді бізде альфаның орнында не тұр достар? Бізде альфаның орнында арк тангенс 0,28 деген мән тұр. Азайтылған 1. Енді бізге не істеу керек? Енді бізге тангенс альфа 0,28 болған кездегі косинус квадратты табу керек. Ол үшін бағана форманы қолдана салсақ жеткілікті. 1 қосылған тангенс квадрат дегеніміз 1 бөлінген косинус квадрат. Орнына мәндерін әкеп қоя саламыз. 1 қосылған 0,128-дің квадраты тең болады 1 бөлінген косинус квадраты альфа. Косинус квадратты былай, мына мәнді былай қарай екеуіне орындармен ауыстырып жібереміз, сол замена жасап. Мына бізде косинус квадраты альфа тең болады 1, астында 1 қосылған 0,128-дің квадраты. Все, достар, енді бізге осының мәнін есептеу керек. Сонда бізде 674-тен 625 деген мән шығады екен достар. Енді бұл қалай шығып бітті десеңіздер, мына 0,128 деген, ол бізде 100-ден 28 мәні. Екеуінде қысқартсақ болады мысалға. Нешеге қысқартсақ болады? 4-ке қысқартсақ болады. Мынаған 25 келеді. Мынаған қанша келеді бізде? 4-ке қысқартсақ 7 мәні. 25-тен 7-ні квадраттайсыздар. Ол сіздерде 625-тен 49 болады. Болды, уже арқырай ортақ бөлім, типа того анау мынау, сиыр бұзау, мен ең соңында сіздерде мына нәрсе шығады. Енді осыны аламыз да, мынаның орнына әкеліп қоямыз достар. Сонда 2 көбейтілген 674-тен 625 азайтылған 1 болады. Мынаны квадраттап қоймаңдар достар, өйткені біз онсыз да косинус квадратты таптық. Мында косинус квадрат деп тұр. Все, енді осының мәнін бізге есептеу керек. Ол үшін мынаған ортақ бөлім береміз 674-тен. Мына екеуі достар көбейтіледі. Сонда бізде мұнда 337, мұнда 288 қалады. Қысқарып, ең соңында дайын ответ осындай шығады достар. Все, 12-ші осындай бір қызықты есеп көрдіңіздер. Бұл жерде негізі логикасы болмайды достар. Просто сандары кішкене үлкен болғандықтан күрделі көрінуі мүмкін. Ал так бойынша негізі өте жеңіл есеп. Бұл да негізі ұлттық бірыңғай тестілеуде келген. Осыған дейінгі шығарған барлық есеп бұл ОБТ-да до этого келген есептер.
Кеттік келесі 13-ші есеп. 13-ші есепте косинус квадрат 2-ден 1 арк синус 5-тен 4, 2-ден 1 арк синус 5-тен 4 дейді. Енді достар, мұнда қарайтын болсақ, мына екеуі бірдей ғой достар, міне. Просто андайда бұл есепті шатастыруға бергенде ше, мына екеуі бірдей бір-бірінен азайтылғаннан 0 болмай ма достар? Косинус квадратын 0 емес пе сонда? 2-ден 1 арк синус 5-тен 4-тен 2-ден 1 арк синус 5-тен 4 азайтып жатырмыз. Все, косинус квадрат 0 ол бірге тең. Если че, осындай бір есептер болады, шатасып қалмаңдар, бірінші есепке қараңдар. Бұл жерде кейбір оқушылар былай шығарады. Мынаны бөлек алады, мынаны бөлек алады деген сияқты. Вообще типа альфа минус бета дейтін формулаға салып. Олай керегі жоқ, достар, шатасып кетпеңіздер. Осындай бір қызықты есептер бар екен бізге. Келесі 14. 14-ші есепте мінекей косинус альфа минус 5-тен 4-ке тең болған кездегі тангенс квадратты табуымыз керек. Ол үшін бағана формулаға бір қосылған тангенс квадрат альфа тең болады 1 бөлінген косинус квадрат альфа. Енді бізде мінекей мынау минус 5-тен 4 орнына кеп қоямыз. Бір қосылған тангенс квадрат альфа тең болады. Квадраттайтын болсақ, достар, 25-тен 16 сатылы бөлшек ережесі бойынша ең астында тұрған сан ең үстіне көбейтіледі. Сонда бізде 25 үстіне кетіп қалады 16 міне. Бірді бұлай қарай өткізіп жібереміз. Сонда бізде тангенс квадрат альфа тең болады 16-дан 25 азайтылған 1. Енді бұған ортақ бөлім беретін болсақ, бұл әрине 16-дан 16 болады. Енді азайтып аламыз. Сонда бізде 16-дан 9. Мынаның екеуіне түбір қойып жібереміз. Сонда бізде 4-тен 3. Енді так. Стоп. Бізден квадратын сұраған екен ғой. Так, ондай болса бізге мұның түбірді керегі жоқ қолданып. Все, 16-дан 9 есептің шешімі, достар. Жауабы 16-дан 9 болады мінекей. Енді достар, қараңыздар. Мынандай бір прикол бар. Осы жерден енді бізден тангенс квадратты сұраса, то есть тангенс квадрат емес, керісінше тангенс альфаның өзін сұрайтын болса, бізде жаңа қанша шықты? 3-тен 4 шыққан жоқ па? Ой, кешірім сұрайды, 4-тен 3. Достар, бағана біз мынаны бүйтіп рут қойдық, то есть түбір қойдық. И сол кезде бізде 4-тен 3 болып шыққан еді. Так, мынаның да түбірін мен алып салайын, уже бізге керек жоқ. И сол кезде, достар, қараңыздар, біз мынаның алдына минус таңба қоюымыз керек. Неге? Өйткені қараңыздар, бізде косинустың мәні мына жерде минус болып тұр. Косинустың мәні бұл жерде минус болып тұратын болса, онда тангенстің де мына мәні минус болып шығады. Бірақ енді бізде мұнда квадрат тұр ғой. Квадрат тұрғандықтан біз прямой 16-тан 9-ды жаза береміз. Өйткені любой мәннің, любой санның жұп дәрежесі ол оң санды береді. Соны ұмытқамасаңыздар болды. Бірақ егер мұнда квадрат емес, просто тангенстің өзі келсе, или болмаса тақ дәрежелі тангенс келетін болса, онда алдына минус таңба қоюды ұмытпаңыздар. Мына жерде минус таңба тұруына байланысты. Типа былай ғой, мысалға арк косинус минус 5-тен 4. Бұл деген примерно 90 мен 180-нің арасындағы бұрыш емес па? Так. 90 мен 180 арасында. Өйткені біз жаңа айттық қой, косинус болған кезде ол мінекей мына жерден анықталады дедік. Теріс сандар. Арк косинуста теріс сандар осы жерде жатады дедік. Ал енді 90 мен 180-нің арасындағы любой градусты тангенске келіп қоятын болсақ, ол да теріс сан болады. Неге? Өйткені тангенстің таңба аралығы мына жер минус болатын, достар. Біз тангенстің өзімен жұмыс жасап жатырмыз. Арк тангенс емес, шатасып кетпеңіздер. Бұл тангенстің өзі. Ол мына жерде тоже минус таңба. Сондықтан косинус мына жерде минус сан болатын болса, тангенсте минус санды қабылдап алатын еді. Бірақ дәрежесі бізде жұп болғандықтан біз ол нәрсеге бұл есепте қараған жоқпыз. Кеттік келесі 15-ші есеп. Мына есеп нағыз ұбт, жоқ, нағыз ұбт емес, кешірім сұраймын. 2021, 2022 жылдары наурыз ұбт-да келген есеп. 2021 или 2022 ұмытып қалдым, сол екеуінің біреуінде. Енді ол қалай шығарылады деген сұрақ. Енді достар, қараңыздар. Бізде мынау қандай да бір бұрыш, дұрыс па? Так. Мынау қандай да бір бұрыш альфа деп алайық. Мынау тоже қандай да бір бұрыш бета. И неге бұл альфа емес? Өйткені арктангенс 2 деген ол басқа бір градус, арктангенс 3 деген ол басқа бір градус. Енді басқа градус болғандықтан екеуін екі түрлі белгілеп қойдық. Енді қалай ойлайсыңдар? Біз градусқа градусты қоссақ нені аламыз? Градусты алмаймыз ба? Демек, мына екеуінің де қосындысы қандай да бір градус. То есть сонда бізден андай нәрсе отыр, альфа қосылған бета тең болады гамма. Достар, қайталап айтам, қараңыздар, біз қазір арктангенс 2 деп, мысалға, примерно бір
Просто мысал ретінде сіздерге айтайыншы. Мысалға мынау 30 градус, мынау 45 градус. Екеуін қосатын болсақ бізде 75 градус шықпай ма? Типа мына жерде альфа, бета, гамманың мағынасы осындай достар. Бұрышқа бұрышты қосатын болсақ, біз бұрышты аламыз. Сондықтан альфа плюс бета тең гамма. Арк деген нәрсе ол бұрыш деп айтқанбыз ба. Енді достар, осы жерден не істейміз ары қарай? Осы жерден біз мынаның екі бетіне де тангенсті жалғап жібереміз. Сонда мінекей. Неге тангенс? Өйткені бізде функция тангенс болып тұрды, міне. Арк тангенс, сол үшін тангенс жалғап жатырмыз. Альфа плюс бета тең болады мына жерде тангенс гамма болады достар. Енді бізде тангенс альфа плюс бетаның формуласы бар. Ол тангенс альфа қосылған тангенс бета астында 1 минус тангенс альфа тангенс бета болады достар. Бұл тең тангенс гамма болады. Потом, енді дальше не істейміз достар? Так, давайте мен тангенс гамманы мынаның сол жағына жазып қойыншы, чтобы қазір жалғастырып есептеп кете беру үшін. Альфаның орнына мынау арк тангенс 2-ні қоямыз, беттаның орнына арк тангенс 3-ті қоямыз. Сонда қараймыз міне. Тангенс мына жерде альфаның орнына арк тангенс 2-ні әкеліп қойдық. Беттаның орнына тангенс арк тангенс 3-ті әкеліп қойдық. Мына жерде бір азайтылған тангенс тура осылай арк тангенс 2, және мына жерде тангенс беттаның орнына арк тангенс 3. Міне, орындарын әкеп қойдық. Енді қысқарады міне, мынау, былай қысқарып кетеді міне. Тема, не қалды енді бізде? 2 қосылған 3, астында бір азайтылған 2 көбейтілген 3. Сонда бізде минус 5, мына жерде 2-ке 3-ті қоссақ 5. Да, дұрыс қой. Сонда бізде не қалды мына жерде? Минус 1 қалды. Все. Біздің тангенс гаммамыз неге тең болып отыр екен? Мына жерге жазып қойсылай. Тангенс гамма минус 1-ге тең болып тұр. Тангенс гамма минус 1. Екі бетіне біз не істейміз? Арк тангенс жалғап жібереміз достар. Арк тангенс гамма тең арк тангенс минус 1. Арк тангенс пен тангенс қысқарады. Гамманы табатын болсақ, арк тангенс минус 1. Біз жаңа айттық қой, бұл синус секілді анықталады дедік. Яғни тангенстің 1-ге тең болатын градусы ол 45, радианмен пи бөлінген 4. Енді алдында минус тамға болғандықтан мына жерге минус тамғасын қоямыз. Болды. Сонда біздің гаммамыз неге тең екен? Минус пи бөлінген 4. Яғни есептің шешімі минус 45 градус. Все. Өте күшті, керемет құрастырылған есеп. Келесі бізде достар 16-шы есеп. Деген достар, 16-шы есепте арк тангенс пен котангенс келіп тұрды. Енді қараңызшы, бізде мына жерде котангенс пен арк тангенс келетін болса, келтіру бұрышы арқылы мен котангенсті тангенске ауыстырып жібере аламын ғой, дұрыс па? Демек, сол әрекетті жасаймын қазір мұнда. Сонда бізде былай болады. Арк тангенс, мына жерде мен котангенсті былай жазсам болады. 307 деген, ол бізде 270 қосылған 37 градус. Сонда мұнда жазамыз 270 градус қосылған 37 градус деп. Қосынсы по-любому 307-не береді бізге. Осы жерден енді котангенс 270-те, ол міндетті түрде неге ауысады? Тангенске ауысып кетеді міне. Тангенс 37 градус. Енді таңбасын ұмытпаймыз. 270 деген ол мына жер. Оған қостық қандай да бір бұрышта, ол 4-ші шерекке өтті. 4-ші шеректегі біздегі котангенстің таңбасы минус. Демек, мұнан алдына минус таңбасын қоямыз. Ал енді біз білеміз ғой, арк тангенс қандай да бір минус x болатын болса, бұның минусы алдына шығып кетеді, минус арк тангенс x болатын. Тура осыны мынаған қолданамыз. Сонда бізде минус арк тангенс, потом тангенс 37. Енді тангенс пен арк тангенс қысқарады, минус 37 градус қалады. Сонда есептің шешімі минус 37 градус болады, достар. 17-ші есеп, арк косинус, косинус минус 185. Көп оқушылар бүйтеді. Косинус пен косинусты қысқартады, минус 185-ті жауапқа белгілеп кетуі мүмкін. Ол никак дұрыс болмайды. Бұл жерде қалай шығарылады? Бұл жерде міне. Біріншіден біз косинустың, яғни мына арк косинустың анықталу облысына тоқталайық. Сабақтың ең бастапқы бөлігінде біз мынандай бір картинка көрсеткен едік. Косинуста 0 мен 180-нің арасында ғана анықталған деп. Дұрыс па? Мына жерде плюс, мына жерде минус, осындай бір картинка көрсеткен едік. Яғни бізде минус 185, қазір мен мына екеуін қысқартып тастасам, арк косинустың мәні минус 185-ке тең болады деп жазатын болсақ, біз анықталу облысынан асып кеткен боламыз.
Яғни анықталу облысы бойынша есептің шешімі, арккосинус деген есептердің шешімі 0 мен 180 градустың арасында ғана жазылады. Немесе радиан арқылы жазатын болсақ 0 мен 3,14-тің арасында. Бұған қазір алда уақытта есептер шығарамыз, оны всякий сіздерге айтып қоя салатынмын. Яғни пи деген 180 және не болады? 3,14 болады. Жақсы, енді достар қараңыздар, сонда мына не болып тұр бізде қазір? Минус 185. Енді қараңыздар, есепті шығармастан бұрын мына есепті өзіңіз түсінетін түрге келтіріп алыңызшы. Яғни ол қалай болады? Арккосинус косинус 185 десем. Мынаның минусы қайда кетті? Өйткені біз айтқан едік, косинус ол жұп функция. Яғни косинус, мына жерде минус альфа болатын болса, ол мына минус таңбаны жұтып қояды. Сонда косинус альфа болып жазылатын. Тура осылай, косинус минус 185 болса, значит ол косинус 185 болып жазыла береді. Тек қана косинус, синус, тангенс, котангенс болғанда мына жерде, онда ол анау арктың алдына шығарып жіберетін еді минусын. Вот, енді қараңыздар. То есть арктың алдына емес, кешірім сұраймын. Егер мысалы мына жерде бізде синус, косинус болғанда, осы өзінің алдына шығарып жібереді. Кішкене эмоцияға беріліп кетіппін, айып етпеңіздер. Мына жерде мысалға синус минус 185 болғанда, ол минус таңбасы мына жерге бүйтіп қоятын едік та. Ну, енді оны білесіздер, жақсы. Енді әрі қарай не істейміз достар, мына есепте? Әрі қарай әлде де қысқартпаймыз. Біз қысқартатын болсақ, мына екеуін қысқартсақ 185 деген, ол 180-нен үлкен, ол мына үшінші шеркеге кетіп қалады. Ал бізде тек 1 мен 2-де ғана косинустың, то есть арккосинустың анықталғанын білеміз. Енді біз бұл жерде бүйтеміз міне. Арккосинус косинусты жазамыз. Енді достар, просто қарап көреміз. Біз қазір 180-нен азайтатын болсақ 185-ті. Бізде 0 мен 180-нің арасындағы градус шыға ма, шықпай ма? Осыған назар аударамыз. Шығады или шықпайды? Просто осы сұраққа жауап. Әрине шықпайды. 0 мен 180-нің арасындағы градус шықпайды. Өйткені 180-нен 185 азайтсақ, минус 5 деген градус шығады. Демек, біз не істейміз бұл жерде? 180-ді жазбайды екенбіз онда. Уже мына аралықта жоқ па? Болды, уже 180-ді жазбаймыз мұнда. Нені жазамыз? 360-ты жазамыз. Вот. Бұл ереже. Яғни, бірінші 180-мен тексеріп көресің. Егер 180-мен азайтқан кезде, осы 0 мен 180-нің арасында сан шықса, окей, болды. Арғай кете бересің уже, есепті жалғастырып. Ал егер 180-нен азайтқан кезде 0 мен 180-нің арасындағы емес градус сан шығатын болса, онда біз не істейміз? Онда уже 180-нен азайтпаймыз. Біз 360-тан азайтамыз. Осыны ұмытып қалмаңыздар. Вот сонда неке? Онда жазатын болсақ, қазір бізде не болады? Арккосинус. Мұнда косинус. Енді 360-тан 180 азайта аламыз, бізде қанша болады? 175 градус болады. Мұны екеуі қысқарады. Мұнда бізде 175 градус болады. Болды. Есептің соңғы әрі нақты шешімі достар осындай болады екен. Все, давайте келесі 18. Арксинус синус 5 дейді. Бірінші достар бұл жерде былай болады. Ең бірінші мұна 5 деген нәрсені келтіріп алайық мұнда. Так, мұнда жазайық. Бір. Егер 3,14 дегеніміз ол бізде пи болатын болса, онда 5 деген ол қанша пи болады? Осы жерден пропорциямен x-ті тауып алатын болсақ, 3,14 астында болады 5 көбейтілген пи. Енді достар, мұна пидің орнына қазір біз 180-ді қойып есептейік. Пи деген ол 180 градус болады ғой, онда 3,14. Мұнда қарайтын болсақ, бізде, так, давайте мұнда есептей салайық. 5 көбейтілген 180, так, астында 3,14 бізден шығады 286 бүтін тағы басқа сандар, яғни, грубо говоря, сендерде жоқ шамамен 287 градус шығады. 287 градус жоқ шамамен. Енді біз арксинус деп тұр. Арксинустың анықталу облысына тоқталайық. Арксинустың анықталу облысы, так, бірінші қадамда мынаны жазсақ, мұнда екінші қадам деп қойын, анықталу облысы. Арксинуста біз мына нәрсені айтқанбыз, ол міне минус 90 градус пен плюс 90 градустың арасында анықталады. Ал бізде қанша градус шығып тұр? 287. Сұмдық. Енді не істейміз достар? Енді бүйтеміз. Арксинус. Мына жерде мен қазір, так, синустың өзін жазамын. Енді 180, кешірім сұрайым достар, так, синус, так, мұнда 180 градустан азайтамын, мысалға, так, 5-ті десем. Ну, енді 5-тің орнына местерге түсінікті, қайталап айтам, түсінікті болу үшін, мен 287-ні қойсаңшы просто. Жоқ шамамен. Бізде минус 90 мен 90-ның арасындағы градус шыға ма? Шықпай ма? Әрине шықпайды.
187-ден минус 287-ні азайтатын болсақ, бізден минус 107 шығып кетеді. Яғни, ол мына аралықта жоқ. Минус 90 мен 90-ның арасында минус 107 деген градус жоқ. Демек, біз не істейміз мұнда? 180-ні жазбаймыз уже. Біз жазамыз нені? 360-ты. Сосын тағы да бір тексеріп көреміз. Егер бұл кезде де мына аралықта сан шықпаса, онда осыған қайттан 180-ді қосамыз да, міне 360-ға 180-ді қоссақ 540 болады. Уже 540-тан азайтып тексеріп көреміз деген сияқты. Қашан мына аралықта сан шыққанша мына жерге 180 қосыла береді. Бірінші 180 жазамыз, шықпады ма? 180-ге қайттан 180-ді қосамыз, екінші қадамда 360. Егер осыда шықса тоқтатамыз, егер шықпаса бұған қайттан 180-ді қосып, үшінші қадаммен есептейміз, сонда 540 болады. Түсінікті логикасы. Енді 360-тан 287-ні азайтатын болсақ, біздер қанша шығады? Так, 360 азайтылған 287. Бізден шығады 73. Енді минус 90 мен плюс 90-ның арасында плюс 73 деген градус бар ма? Жоқ па? Әрине бар. Бар ма? Болды. Уже есепті тоқтатасың. Әрі қарай бүйтесің. 360-тың орнына. Негізі 360-пен де қалдыра беруге болады, бірақ енді 90% есепте, яғни өте көп есепте 2π деп жазылады бұл жерде ше, бұл есептерде жауаптары. Сондықтан 360-ның орнына 2π. Енді 287 дегенді мен бағана сіздерге түсінікті болу үшін жаздым, достар. Есепте олай жазып алып, осындай жауапты іздеп отпаңдар. Мен просто сендерге түсінікті болу үшін жазып жатырмын. Атак бойынша мына 5-тің өзі жазылады. Өйтіп ол нақты мән емес қой. Мынау 5 деген точно 287 градус емес ол. Ол просто жоқ шамамен алынған градус, достар. Вот. 2π минус 5. Сонда арксинус пен синус қысқарады. 2π минус 5 болады. Осындай жауап шықты, достар. Вот. Енді давайте тура осыны мен қазір барлығын өшірейін дағына. Міне қазір уже есеп бітіп тұр, достар. Мен қазір мынаның бәрін өшіремін. Сөйтемін де, давайте мынандай бір қызық нәрсе жасайық. Так. Мен мынау 5-тің орнына мысалға бүйтіп 4 деп жазып қояйын қазір. Вот. Мысалы мына есеп шығарып көрейік, давайте. Бұл есепті шығаратын болсақ, мына бірінші кезекте міндетті түрде бірінші 4-тің қай шеректе жатқан, то есть қандай градус екенін анықтап аламыз. 3/14 дегеніміз ол бізде пи болатын болса, онда 4 деген қанша? Осы жерден x-ті табатын болсақ, мінекей 3/14 астына айтады 4 көбейтілген пи. Пидің орнына сразу біз мынаны қойып жіберейік, 180 градуста. Сонда есептейтін болсақ, 4 көбейтілген 180 астында 3/14. Бізден жуық шамамен 229, 230 градус аласылайық жуық шамамен. Жуық шамамен 230 градус. Қайталап айтамын. Сіздерге просто түсінікті болу үшін мен осылай жазып жатырмын. Енді екінші кезекте не бар? Анықталу облысы бар бізде. Анықталу облысы бойынша так бізде арксинус. Арксинустың анықталу облысы ол минус 90 мен 90-ның арасында жату керек. Енді бізде мына аралықта 230 деген градус жоқ қой. Жоқ болса не істейміз? Міне. Арксинусты жазамыз. Потом мұнда синусты жазамыз. Енді 4 деп тұр, біз бүйтеміз міне 180 градус азайтылған. Енді достар 230-ды просто пример ретінде қойып көрсетіп жатырмын сіздерге. Жуық мәнін орнына қойып көрсетіп жатырмын түсінікті болу үшін. Қазір ең соңында 230-ның орнына 4-ті қойып жазуымыз керек жауапқа. Енді 180-нен 230-ды азайтатын болсақ, мына аралықта сан шыға ма, шықпай ма? 180-нен 30-ды азайтатын болсақ, минус қанша болады? 50 болады. Мына аралықта минус 50 бар ма? Жоқ па? Әрине бар. Бар болатын болса болды. Біз ары қарай есепті тоқтатамыз. Демізді 180 мен 230-ның орнына өздерінің нақты мәндерін әкеп қоямыз. 180 деген ол пи, мынау деген 4. Міне. Сонда енді жауап жазатын болсақ, мұны екеге қысқарып кетеді, бізде пи минус 4 қалады. Все, достар, есептің нақты әрі соңғы шешімі осылай шығады екен. Кеттік. Келесі 19. Аркосинус косинус 4. Бірінші не істейміз, достар? Ең бірінші мынаны анықтап аламыз. Біз жаңа бұны анықтадық. Примерно 4 дегеніміз ол қанша градус болды? Мұнда 230 градус болған. Енді қараңыздар. Сразу мұнда екінші қадаммен жазып кете берейін, или болмаса бүйтейін мен. Бір деп қояйын. 4 деген ол жуық шамамен 230 градус міне. Мынау радиан, мынау градус, достар. Енді екінші қадам бізде анықталу облысы. Косинустың анықталу облысы ол міне 0 мен 180 градустың арасы. 0 мен 180-ның арасы. Енді 230 деген мына аралықта жоқ қой. Демек не істейміз міне? Аркосинус. Косинусты жазамыз, потом қайттан косинус. Енді, достар, 180 азайтылған, міне жоқ мәнмен 230-ды әкеліп қоям. Яғни мынау деген 4 қой негізі. Просто соның сіздерге түсінікті болу үшін 230 деп замена жасап жатырмын. Енді тексеріп көрем. 180-нен 230 азайтса минус 50 шығады. 0 мен 180-ның арасында минус 50 деген нәрсе бар ма? Әрине жоқ.
Жоқ болса мен не істеймін? Міне мынаның орнына 360-ты қоямын. Яғни мынаған 180-ді қосам деген сөз ғой. Сонда бізде 360. Енді осы 360 градустан 230-ды азайтамыз. Бізде қанша шығады? 130 градус шығады, иә? 130 деген мына аралықта бар ма, жоқ па? 0 мен 180-нің арасында 130 деген градус бар ма? Бар. Егер бар болса болды. Есепті осы жерден тоқтатамыз. Егер жоқ болса не істейміз? 360-ға 180-ді қосамыз да 540-тан уже азайтып тексеріп көреміз. Вот сол кезде мына жерде сан шыға ма, шықпай ма деп ше. Енді біздің жағдайда ол шығып тұр. Демек не істейміз? Міне 360-дың орнына біз 2π-ді жазамыз қазір, 230-дың орнына 4-ті әкеп жазып қоямыз. Өзінің нақты мәндерін. Так, мына жерге 2π, мына жерге 4. Мына екеуі қысқарады, достар. 2π минус 4 қалады. Easy ма? Easy, достар. Бірақ шатасып кетпеңіздер. Мына екеуін бүйтіп қысқартып, қудыртып отыруға болмайды. Так, арктангенс синус минус 540 дейді, достар. Бірінші, өздеріңіз түсінетін формаға келтіріп алыңыздар. Яғни мына жерде минусты не істеймін? Мен мына синустың алдына шығарып жіберемін. Мына менде арктангенс минус синус 540. Міне. Енді достар, мына жерде мынау минус таңбаны мен не істеймін? Мынаның алдына шығарып жіберемін деп айта аламын ба? Жоқ, өйтіп айта алмаймыз. Біз мына ережеге бағынамыз. Арктангенс егер минус x болатын болса, міне минус арктангенс x болу керек. То есть анау всегда мынандай шығып кете бермейді. Мысалы, мына жерде аркатангенс болып болса, уже біз басқаша әрекет жасаймыз ол жерде. Так что аркатангенстің свойстволарына, яғни қасиеттеріне қараңыздар. Берілген функцияның қасиеттеріне қараңыздар. Аркатангенс берілсе, аркатангенстің мына жерде минус болған кезде қалай жазушы едік? Пи азайтылған деп жазушы едік та, просто минусын алдына шығара салмайтын едік. Біз енді арктангенс болғандықтан алдына минус таңбасы просто шығып кетеді. Өйткені міне оның қасиеті осындай. Мына минус арктангенс бізде мына жерде синус. Түсінген шығарсыздар, мына минус таңба ол арктангенстің қасиеті бойынша алдына кетіп қалды. Мына жерде синус 540. Ой, 540. Енді достар, біз не істейміз? Енді біз қазір такс, мына жерге міне 540 градустан 180-ді азайтамыз деп айтсам. Түсінесіздер ме? Просто ше, бұл жерде оқушылардың қателесетіні, біз мына жерде арк функцияларымен жұмыс жасадық та. Арк синус, арк косинус, тағы осындай. Мына жерде біз синус 540-ды есептеп жатырмыз, достар. Егер жоқ, әлде түсініксіз дейтін болса, онда былай жасасақ болады. Кәдімгі сол өзіңіз үйреніп қойған жолмен кете берейік. Арктангенс, міне минус таңбасы алдында тұр. Арктангенс, потом синус 180 азайтылған 540 деп көрейік. Негізі, просто сіздерге түсінікті болу үшін мен осылай жазып жатырмын. Міне 180-нен минус 540-ты азайтатын болсам, тангенстің анықталу облысы бойынша мына жердегі градус шықпайды. Тангенстің анықталу облысы бойынша мына жерде градус шықпайды. Біз сол үшін істейміз, мына 180-ге қайттан 180-ді қосамыз, ол 360 болады. Так, міне мұнда 360. 360-тан тағы да 540-ты азайтамыз. Ол не істейді? Мына жердегі санды бізге шығарып бермейді. Міне минус 90 мен плюс 90-ның арасындағы санды шығармайды. 360-тан 540-ты азайтсақ минус 180 болады. Демек мен мына 360-ға қайттан не істеймін? 180-ді қосамын. Қайтадан. Сонда менде не болады? Мұнда 540. 540-тан 540 азайтылады. 540-тан 540-ты азайтатын болсақ, міне бізде 0 деген нәрсе шығады. Ол мына жерде бар. Минус 90 мен 90-ның арасында 0 дейтін градус бар. Все болды. Сонда минус арктангенс бізде не болады? Мына жерде синус 540-тан 540-ты азайта саламыз, достар. Енді сіздерге сұрақ туындауы мүмкін. Неге мына жерлерде азайтпадық, ал неге мында азайтып жатырмыз? Өйткені мында конкретный градуспен беріп тұр ғой бізге жауапты. Көріп жатсыз ба? Нақты градуспен беріп тұр. Мына жерде біз просто жуықтап алып тұрмыз. Жуықтау мен нақты екеуі бір-біріне тең нәрселер емес. Мында біз жуықтап алған кезде 230 болды. Жауапты біз математикада жуықтап бермейміз никогда. Ол физикада болады жуықтап беруге. Математикада нақты беру керек. Нақты беру үшін біз 230-ның орнына міндетті түрде ең соңында қайттан осы 4-ін әкеп қоямыз. Мұнда келетін болсақ, нақты 540 деп тұр, градус тұр нақты. Біз сол үшін не істейміз? Мына жерге 540-тан 540-ты азайтып, орнына 0 деп жаза береміз, достар. Енді минус арк тангенс синус 0-ден 0-ге тең. Ал енді арк тангенс 0 деген, достар, мағынасы не еді? Тангенстің қандай бұрышында мәні 0-ге тең. Ол әрине бізден 0. Тангенс 0 градусы 0-ге тең. Сондықтан бұл есептің шешімі 0 болады бұндай жерде.
Все, достар, келесі енді бізде 21-ші есеп. Ой, кешірім сұраймын. Бізде что-то есеп номерлері қалап кетті. Мұнда 20, мынау бізде 21 болу керек, е? Так, все. Енді достар қараймыз, міне синус 2 дейді. Бірінші қадам міндетті түрде 3/14, ол бізде достар пи болатын болса, немесе градуспен жазайық бірденнен, е? 180 градус болатын болса, онда 2 деген ол қанша градус? Осы жерден x-ті табатын болсақ, мінекей 3/14 астына етеді. Мұнда 2 көбейтілген 180 градус. Так, сонда мына жерге біз 2-ні әкеп қоятын болсақ, жуық шамамен 115 градус. Достар, қайталап айтамын, бұл жуық шама 115 градус болып тұр. Енді достар, біз не істейміз? Мына жерге 2 деп қоямыз да, синустың анықталуын есімізге түсіреміз. Ол деген минус 90 мен синус емес, арк синустікі, плюс 90-ның арасы. Арк синустың анықталуы болса минус 90 мен 90-ның арасы. Вот, енді біз не істейміз? Арк синус жазамыз мұнда. Енді бірінші мына жерге 180 азайтылған 115 деп жазып көреміз. Мына жердегі сан шыға ма, шықпай ма, соны тексеріп аласыздар. Минус 90 мен 90. Так, 180-нен 115 азайтатын болсақ, бізде қанша болады? 65 градус болады. Енді 65 градус деген минус 90 мен 90-ның арасында бар ма, жоқ па? Әрине бар. Бар болатын болса болды. Біз не істейміз? Есепті тоқтатамыз осы жерден. 180-нің орнына әкеліп пи деп жазып қоямыз. 115-нің орнына өзінің нақты мәнін жазамыз, достар. Нақты мәнін. Оның нақты мәні бізде 2. Ой, мына жерде біздің синусымыз бар еді ғой. Так, қазір, достар, мына жерде бүйтіп жазайық. Так, арк синус, потом мұнда синус пи минус 2, міне. Так, сонда енді бізде мына жерде синус пен синус қысқарып кетеді да, пи минус 2 қалады, достар. Болды, өте жеңіл, қарапайым есеп, сондай, пи минус 2. Все, 21-ші есеп аяқталды, келесі 22. Деген достар, 22-ші есепте бірінші қадам біз не істеуші едік? Мына жерде де бүйтіп қысқартып тастамаңдар, достар, болмайды қысқартып тастауға. Мынау 18 деген нәрсе, ол бізде қандай градус екен тауып алайық? 18, яғни 3/14, ол бізде 180 градус болатын болса, онда 18, ол бізде қанша градус? Осы жерден x-ті табамыз, әрине. Бізде 3/14 астына етеді. 18 көбейтілген мұнда 180 градус. Енді осыны есептеп көрейік. 18 көбейтіледі бізде 180-ге, и потом бөлінеді 3/14-ке. Бізден шығады, достар, примерно, ойбай, мынау сұмдық градус қой, 1031, 1032, жуық шамамен 1032 градус шығады екен. Енді мынау нереально үлкен, өйткені бізде мына жер дегеніміз, достар, бізде минус 90 градус, мына жер дегенімізде плюс 90 градус, міне арк тангенстің анықталуы болса, енді 1032 мына жерде жоқ, айтпаса да түсінікті. Біз не істейміз? Бүйтеміз, міне арк тангенс, енді 540-тан да біз даже мынаны азайтсақ 1032-ні теріс ашатын көріп тұрмыз, демек 540-қа тағы да 180-ді қосатын болсақ, ол қанша болады? 720 болады. 720-ға тағы да 180-ді қосамыз, вот сол кезде бізде қанша шығады, соны тексереміз. Достар, өткен қараңызшы, мен қазір типа былай ғой, 180 градустан азайтатын болсам, мына 1032-ні. Менен нереально бір минус 800 бірдеме шығуы мүмкін да. Ол деген мына аралықта жоқ қой. И дәл сол әңгімені 360-қа да айтамыз. 360-тан мынаны азайтсақ, одно и то же. Минус бірдеме шығады. 540, яғни 180 қосылып жатыр, байқап отырсыңдар ма? 540-тан мен 1032-ні азайтсам, тағы да минус 400 бірдеңе, ол мына аралықта жоқ. Тағы да 180-ді қосам, 720 болады. 720-дан мен қазір 1032-ні азайтатын болсам, ол итакты мына жерде шықпайды. Ол азайтқан кезде шыққан градус мына жерде жоқ. 720-ға біз қазір 720 болып бет, 740 ұмытып қалдым. Соған тағы да 180-ді қосамыз, и қайсысында уже бізде мына аралықта градус шығады, соны бізге анықтап болу керек. Так, сонда біз мысалға, так, достар, сонда біз мына жерге 6 көбейтілген 180 деп жазсақ болады екен. Вот сол кезде бізде 48 шығады екен. 6 көбейтілген 180 деген сол қанша? 1080 болады. Вот. Оған дейінгілер келмейді. Мысалға 5 пен 180-ді көбейтетін болсақ, бізде 900 болады. 900-ден біз 1032-ні азайтатын болсақ, минус 132. Мына аралықта минус 132 деген сан жоқ. Сол үшін біз не істейміз? Оған тағы да 180 қосылады. Короче айтқанда 180 өз-өзіне 6 рет қосылады. Вот сол кезде мұнда 1080 болады. Енді 1080-нен біз 1032-ні азайтқан кезімізде бізден қанша шығып тұр? 48 градус шығып тұр.
48 градус деген мына аралықта бар. Міне, мына аралықта бар градусты шығардық па, болды, уже есепті тоқтатамыз да бүйтеміз. Арк тангенс, потом мына жерде тангенс, 6 180-нің орнына пиді әкеп қоямыз, достар. Азайтамыз 1032-нің орнына оның градусын әкеп келеміз. То есть радиан мәнін әкеп келеміз, нақты мәнін. Ол 18 болады. Мұны екеуін қысқартамыз, сонда бізде 6 пи азайтылған 18 болады. Осындай қызықты есеп. Деген достар, 23-ші есепке келетін болсақ, арк котангенс және тангенс 12 деп тұр екен. Бұл жерде бірінші назар аударатын жағдай, мына екі функция екі түрлі болып тұр, достар. Так. Мінекей, мына екі функция бізде екі түрлі, біреу котангенс, біреу тангенс. Біздің мақсатымыз осы екі функцияны бірдей етіп алу керек. Яғни, мен енді мынау арк котангенсті өзгерте алмаймын ғой. Мен мынау тангенсті өзгертем. Өзгерткен кезде өзгерту деген нәрсені еститін болсақ, значит, сразу келтіру деген нәрсе есімізге түсу керек, достар. Сонда біз бұны бүйтіп жазсақ болады. Арк котангенс және мынаның ішінде тангенс 12-ні көріп тұрмыз. Тангенс 12 дегеніміз ол бізде котангенс пи бөлу 2 азайтылған 12 деп жазсам. Бола ма, болмай ма? Қалай ойлайсыздар? Әрине болады. Неге? Өйткені котангенс пи бөлу 2-де ол тангенске ауысып кетеді, достар. Міне. Біз мынау тангенс дегенде замена жасап жібердік. Мысалға, бізде Қазақстан Республикасы дегенде қ-р-ді қысқарып кетеді. Егер мысалы текстте келетін болсақ, қ-р-ді көретін болсақ, онда Қазақстан Республикасы екенін біз білеміз. Мынау сондай нәрсе болады, типа біреуінің екі түрлі жазылуы, бір заттың екі түрлі формада жазылуы. Мысалы, тангенсті біз тангенс деп жаза берсек болады, немесе котангенс пи бөлінген 2 деген заменамен жазсақ болады. Мына жер неге минус таңбалы болды? Өйткені бізде тангенстің таңбасы не болып тұр, достар? Плюс болып тұр. Тангенстің таңбасы плюс болады қай шеректе? Бірінші шеректе және үшінші шеректе. 90 деген мына жерде. Біз одан азайтқан кезімізде бірінші шерекке барамыз ғой. Сондықтан пи бөлу 2 азайту 12 болды. Расында да мына қазір келтірумен ықшамдайтын болсақ, тура мына тангенс 12-мізге шығарып береді. Окей, біз келтіретіндерін бәрін келтірдік, реттейтіндерді реттедік. Енді не істейміз, достар? Так, енді біз ары қарай қазір 1 минут. Так. Біз мынау котангенс пен котангенсті бүйтіп қысқартып тастайтын болсақ, онда есеп қате шығады. Өйткені біз білеміз, достар, мына жерден бізде не шығады? Өте үлкен сумма шығады қазір. Яғни пи бөлу 2 деген ол бізде жоқ шамамен 90 градус, достар. 12 дегенде тура бағанағыдай пропорциямен есептеп алыңыздар. Сол кезде сіздерде ол жоқ шамамен 688 градус болады. Әрине бұның барлығы жоқ мәндермен, достар. Сонда 12-ні әрине білеміз ғой, мысалы біз мына жердегі есептерде, мысалға мына жерде біз көрсеттік, осының алдындағы есептерде көрсеттік, достар. Қазір енді уақыт алмай қойайын. Енді 90-нан 688 азайтатын болсақ, бізде арк котангенстің анықталу облысындағы сан шыға ма, шықпай ма? Әрине шықпайды. Арк котангенс ол 0 мен 180-нің арасында анықталады. Біз оны слайдтың, яғни осы сабақтың ең басында айтып өткенбіз. 0 мен 180-нің арасында арк котангенстің анықталу облысы жатыр. Бізде қазір 90-нан 688 азайтатын болсақ, минус 501 деген сан шығады. Яғни, ол мына аралықта жоқ. Бұл аралықта жоқ болса біз не істеп едік? 180-нен азайтамыз, или шықпайтын болса 180-ге 180-ді қосып 360-тан азайтамыз, яғни алдыңғы есептердегідей солай жасайтын едік. Бірақ тура соны мына есепке қолданып көретін болсақ, достар, қараңыздар. Бірінші мен қателігіне көз жеткізейін. Арк котангенс, котангенс және мен қазір былай жазсам, 180 градус азайтылған. Мынаның орнына 90 градус жаза берейін, достар, сіздерге түсінікті болу үшін. Мынаның орнына 688 градус жазайын. Битсем. Қалай ойлайсыздар? Мынадан теріс сан шығады. Мысалы, минус қанша болады? 90-нан 688-ді азайтатын болсақ. Так, азайта салайық қазір. Минус 598. Ол алдындағы минус таңбамен екеуі плюс болады да, 180-ге 598 қосылып, ол вообще үлкен санға айналып кетеді. Ол не істеп жатыр? Мына аралыққа никак жақындап жатқан жоқ. Қандай жағдайда? 180-нен азайтқан жағдайда. Демек, 180-нен азайтатын болсақ, ол бізде алыстап кететін болса, значит біз не істейміз? Онда біз 180-нен азайтпаймыз. Бағанағы бастапқы есептердегідей біз 180-ге қосамыз уже ол жерде. Так, сонда, мына жерде бізде не болып жатыр? Так, мынау деген арк-ненкі, так, котангенс болады. Потом мына жерде біз 180 градус қосылған 90 градус азайтылған 688 градус деп жазамыз. Сонда, мына жерден бағана минус 598
шыға берсін. Окей. Бірақ ол не істейді? Мына 180 мен минус 598 азайтылады, өйткені жақшаның алдында плюс таңба тұр. Плюс пен минус қатар келетін болса, ортасы минус болады. Сонда 180-нен 598 азайтсақ, ол жай төменге қарай түседі, достар. Яғни азаяды деп айтамыз ғой, кемейді, или білмеймін, короче. 0 мен 180-нің арасына жақындайды, былайша айтқанда. Бірақ 180 мен 598 азайса, ол по-любому мына аралықтағы санды бізге шығарып бермейді, ол түсінікті деген ойдамын. Біз нешені азайтуымыз керек? Мысалы, 360-тан 598 азайтсақ, достар, мынаған 180-ді қостырып жіберемін. Менде 360 болады. 360-тан 598 азайтсам, менде әлде де мына аралыққа өте қатты алыс. Демек, мен 360-ға қайттан 180-ді қосамын. Менде не болады? 540, так, 360, 180, 540. 540-тан 598 айтсам, әлде де менде алыс болады, достар. Әлде де алыс, өйткені минус сан. Бізде плюс болу керек. Демек, мен не істеймін қайтадан? Мына жерге 540 емес, уже 700 қанша болады бізде? 20 болады ма? 720 болады. 720 азайтылған 598. Вот. 720-тан 598 азайтып көретін болсақ, 598. Бізден 122. Ол мына аралықта бар, достар. Все, аралықта бар мәніне келдік па? Келдік. Енді 720 деген ол бізде қанша еді? 720 деген ол бізде 4π, достар. Қазір біз бетеміз енді. Уже үйренісіп қалған шығарсыздар. Мынаның орнына осы 4π-ді әкеліп жазамыз, достар. Мына заттардың орнына өзінің мәндерін жазып қоямыз. 688-дің орнына 12-ні, 90-ның орнына π бөлу 2-ні. Пи бөлінген 2 азайтылған 12-ні. Все, мынаны қазір есептеп қысқартатын болса, онда мына 0 мен 180-нің арасында градусты бізге береді. Біз сол үшін не істейміз? Енді барып қысқартамыз, достар. Онда мына екеуі қысқарып кетеді. Бізде не қалады? 4π қосылған π бөлінген 2 азайтылған 12. Енді мынаған ортақ бөлім беріп жібереміз. 9π бөлінген 2 азайтылған 12. 9π қайдан шықты десек, мынау 8, мынау 1, общий 9. Сонда 9π бөлінген 2 азайтылған 12 деген жауап шығады екен, достар. Осымен 23-ші есеп аяқталды. Келесі бізде 24. Берілген функцияның ең кіші оң периодын анықтаңыз дейді. Синус пен косинус үшін, достар, периодтың бір-ақ формуласы бар. Жалпы жағдайда. Яғни синус пен косинус үшін бізде былай. Так, 2π, ұмытқамаңыздар, 2π бөлінген модуль k. Бұл не үшін? Синус және косинус үшін. Енді бізде синус, мына жерде модуль ішінде k деген не нәрсе? Ол x-тің алдында тұрған сан. Сонда 2π бөлінеді 2-ге. Мына жерде не тұр? Алдында коэффициент вообще роль ойнамайды. Роль ойнайды синустың дәрежесі. Біз алда уақыттаған есеп шығарамыз. Қазір синус квадрат болып тұрса, форма сәл өзгереді ол жерде. Пока қазір осына не істей береміз? Үйрене береміз. Яғни синустың дәрежесі мына жерде мысалға 2π 3, то есть синустың дәрежесі тақ болатын болса, мына жерде 1 дәреже тұр, если 3 дәреже, 5 дәреже, 7 дәреже, 9 дәреже болатын болса, онда осы формула орында, синусқа да, косинусқа да. Жұп болатын болса, қазір алдағы есеппен оны түсіндіріп берем. Жақсы, енді 2π бөлінген мына екеуі қысқарады, бізде просто π шығады. Болды, есеп шықты, достар. Яғни периодта тапқан кезде не істейді екенбіз? 2π-ді x-ның алдына тұрған санға бөліп жібере салады екенбіз. Кеттік, енді мына есепке келейік. Мына жерде тоже бізде синус берілген. Форма қандай еді? 2π бөлінген модуль k. Бұл жерде модуль дегеніміз типа x-ның алдында теріс сан тұрса да, біз оның теріс таңбасын алмаймыз. Шатастырып вариантқа әдейіге теріс жауаптарды қою мүмкін, белгілемейміз сондай нәрселерді. Біз белгілейміз оң жауаптарды. Өйткені бізде формулада модулі бар, Вот, енді қараңыздар, сонда мына жерде біз x-тің алдында 6 тұр екен деп былайынан жазсақ есеп қате болады. Былай жазбаңдар, көп оқушы осылай шатасады. X-тің алдында мына сан тұр, достар, 6 бөлінген 3. Неге? Өйткені біз жай бөлшектің қасиеті бойынша мынаны бүйтіп жазып алсақ болады. Бүйтіп бірдей етіп бүйтіп жазып алсақ болады. Сонда 6-ны 3-ке бөліп жібереміз, бізде 2. X азайтылған π бөлінген 3. X-ның алдында неше тұр екен? 2 тұр екен. Көрдіңдер ме? Осындай ловушка болады, түсіп қалмаңдар. Сонда бізде бұл жерде периоды не болады? Пи болады, достар. Ал енді тангенс пен котангенс үшін қандай болады? Тангенсте, достар, периоды пи бөлінген модуль k болады. Так. Синус пен косинуста қандай еді? 2π бөлінген модуль k. Тангенс пен котангенсте қандай? Пи бөлінген модуль k. Енді мұнда мағынасы дәл сол әңгіме. Яғни қандай сан x-ның алдында тұр, соған бөліп жібереміз. Вот сонда пи бөлінеді. X-ның алдында неше тұр? 1 тұр ма? Жоқ. Бізде x-тің алдында
4-тен 1 тұр. Вот сонда мынаны бөлген кезде бүйтіп бөлеміз мен. 4-тен 1 деп. Тура бағана жай бөлшектің қасиеті бойынша мынаны бүйтіп екеуін 2-ке ажыратып жібереміз. Вот сонда бізде сатыл бөлшектің ережесі бойынша мына үстінен көтеріліп кетеді, мұнда 4π болады. Болды, есептің шешімі 4π екен сонда. Кейде әдейіге шатастырып мынандай есептерді беріп қояды. Шатас кетпеңіздер достар, формулада ешқандай нәрсе өзгермейді. Пи бөлу 2 деген тоже бізде сан. Сондықтан 2π бөлінеді. Сразу жазып кетейін, x-ің алдында тұрған санда. Ол бізде пи бөлінген 2. Мұнан көбісі пиін тастап кетеді оқушылар. Пиді тастамаймыз, ол кәдімгі сан тұтастай аламыз коэффициент ретінде. Сонда мынау бізде былай қарай көтеріледі, пи мен пи қысқарады. Бізде не қалады? Жауабы 4 болады. Болды, жауабы 4. Все. Яғни әрбір 4 бірлік сайын бұның мәндері қайталанады деген сөз ғой. Все достар, кеттік. Әрі қарай 28. Деген достар, бұл есепте бізде 3 функция берілген, осы үшеуінің периодтарын негізі сәйкестендіру керек. Бұл сәйкестендірудің есебі. Енді достар, біз қайтеміз. Біз қазір мынаны бір форма түрінде келтіріп аламыз. Сонда бізде y, яғни y тең болады. Синус x, косинус x деген бізде қандай формаға келеді? Көбейтінді түрінен период табуға болады, достар, бірақ онымен сіздер шатасасыздар. Лучше көбейтіндіні либо қосындыға келтіріп алыңыздар. Міне бірінші ереже көбейтіндіні или қосындыға келтіреміз. Яғни мысалы синус көбейтіп косинус деп тұр ғой. Біз синус альфа косинус бета деген мысалы бір формула бірдеңе болатын болса, типа сондағы қолдану арқылы оны қосындыға келтіріп жіберуіміз керек. Тупы тұрған жеріне синус x плюс косинус x дей салмаймыз, әрине формуланы қолдануымыз керек. Или болмаса жеке бір функцияға келтіру керек. Мысалы синус косинус деп тұр. Мен мысалы мынаны былай жазсам бола ма? 2 көбейтілген синус x косинус x деймін дағына, оны көбейтемін 2-ден 1-ге. Қазір мынау мен мынау көбейтіліп кеткен кезде қысқарады да, маған 1 деген коэффициентті беріп, синус x косинус x-ның өзін негізі шығарып беріп тұр достар. Біз просто сандармен ойнап жатырмыз. Енді мына нәрсе бізге қандай формуланы береді? Синустың 2 еселенген бұрышын. Сонда мінеки 1 бөлінген 2 синус 2x деп тұр екен. Болды, біз не істедік? Жеке бір функцияға келтіріп алдық. Көрдіңіздер ме? Бағана айтқаным осы достар. Осы жерден енді мынаның периодын табатын болсақ, Т1 деп қоя салайық. Бұл жерде 2π бөлінген 2, сонда бізде шығады просто π. Мынаның периоды π. Келесі. Енді мынаныкін табатын болсақ, Т тең болады. Бұл өзі тұр, өте оңай. Бұл жерде біз π бөлінген 3 деп жазып қоймаңдар достар. Көбісі 3 деп жазып қояды. 3-тен 1 міне алдында 1 бар. Мұна екеуімен аласыздар. Сонда бізде бұл не болады? 3π болады. Келесі үшінші бізде мынау. Енді достар қараңдаршы, мына жерде косинус 3x косинус x қосылған синус 3x синус x деп тұр. Демек, біз бұны қандай формулаға келтірсек болады? Қандай формулаға ұқсап тұр мынау? Бұндай есептерде формуланы міндетті түрде білу керек, онсыз никак болмайды достар. Бұл деген бізде косинустың, міне, косинус альфа, косинус бета, синус альфа, синус бета болып тұр. Мынау қандай формула еді? Косинустың альфа минус бета дейтін формуласы. Неге минус? Өйткені ортасы плюс болып тұр достар. Ортасы плюс болса, мына жер минус болатын. Косинуста қарама қарсы жүретін. Вот сонда бізде бұл дегеніміз косинуста қанша болады? 3x-тан 1x-ті азайтамыз, 2x-ті береді. Сонда міне Т тең болады 2π бөлінген 2, сонда бізде просто π. Болды достар, сонда есептің шешімі бізде не болады екен? Пи, 3π және π. Келесі 29. Деген достар, мына есептерде синус 3x бөлінген 2, косинус 3x бөлінген 2 деп тұр. Біз периодын тапқан кезде, мынаның периодын бір табамыз. Давайте мен бұны Т1 деп қойын. Осыны табайын қазір. Т1 тең болады 2π бөлінеді 3 бөлінген 2. Сонда бізде не болады? Мынау үстіне көтеріліп кетеді да, 4π бөлінген 3. Енді келесі мынаны табамын. Мұна Т2 деп қойайын. Так, жанына таба берейік. Давайте Т2 тең, тоже 2π астында 3 бөлінген 2. Бұлда да бізде не болады? 4π бөлінген 3 болады. То есть, енді достар қараңдар. Бізде мынау өте идеальный жағдайда. Сіздерге түсінікті болу үшін қазір екеуіне жеке-жеке тауып жатырмын. Негізі, былай ескеріңіздер. Мына x-ның алдында тұрғанда, мына функция синус пен косинус. Екеуінде периодтары 2π дербес жағдайда. Бірақ енді бізде мұнда 3 бөлінген 2, 3 бөлінген 2, мынау x-тің алдындағы коэффициенттер бірдей болып тұрса, онда 2π бөлінген 2-ден 3 деп жазып, бірден мысалға былайына белгілеп кетуге болады. Қандай жағдайда дедім достар? Егер x-тің алдындағы коэффициенттері бірдей болса. Ал енді
Бізде мына нәрселермен шатаспаңыздар. Бірінші жағдай, бір жерінде синус, бір жерінде тангенс, бір жерінде котангенс, бір жерінде косинус келіп қалып жатса, бұлай жасай салмаймыз. Ол жерде әрқайсысын жеке-жеке табамыз, ортақ бөлім береміз, сосын ең кіші ортақ еселік іздейміз. Қазір алда уақытта мен оған тоқталамын. Просто шатасып кетпеңіздер деп осы есептерге қатысты айтып жатырмын. Екінші момент, мына екеуінің, мысалы синус пен косинус келіп тұр, без проблем, периодтары екпей, бірақ коэффициенттері әртүрлі болса не істейміз? Коэффициенттері әртүрлі болса да біз екеуін жеке-жеке тауып аламыз, ортақ бөлімдерін бірдей етеміз, сосын ең кіші ортақ еселігін іздейміз. Мінекей, көбісі шатасатын есептердің бір түрі осындай болады. Келесі бізде мысалға, то есть мына есептің жауабы 4π бөлінген 3 достар. Бағана айттым ғой, екеуінің несі x-ның коэффициенттері бірдей болып тұр, сондықтан сразу 2π бөлінген 2-ден 3 деп жазып кете берсеңіздер болады. 30-шы есеп. Мысалы, мында синус квадрат деп тұр. Так, давайте осы есепті бір айтып алайық, сосын келесі есептермен әлде тереңірек тоқталамыз. Мысалы, мында синус квадрат x деп тұр достар. Синус квадрат болған кезде оның периоды бізде не болады? 2π болмайды уже. π бөлінген модуль k болады достар. Осыны ұмытпаңыздар. Қайталап айтамын. Синус дәрежесі жұп болатын болса, мен синус пен косинуста дәреже жұп болатын болса, онда оның периоды не болады екен достар? π-ге айналып кетеді екен. Сонда π бөлінген модуль k. Енді осы жерден біз не істейміз? π-ді бөлеміз 1-ге. Сонда просто π. Мінекей. X-ның алдында 1 деген сан тұр ғой, сондықтан π-ді 1-ге бөліп тастадық достар. Сонда бұл есепте жауабы π болады. Осыны ұмытпаңыздар, синус пен косинуста дәреже жұп болатын болса, онда 2π емес, π бөлінген модуль k-ға тең болады формасы. 31. fx тең тангенс альфа x минус π бөлінген 4 функциясының периоды π бөлі 3-ге тең, пи бөлінген 2-ні табыңыз дейді. Енді достар, қараңдар, бізге мұнда сразу периодты айтып болғанда, тангенстің периодының формасын жазып аламыз бұнда жерде. Не нәрсені берді, соның формуласын жазу керек. Бізде тангенс берді, соның периодының формуласын жазып береміз. Пи бөлінген модуль k. Енді бізде k-ның орнына не тұр қазір? Альфа тұр. Давайте мұнаны бүйтіп өлшеп тастайық и орнына альфаны жазайық. Мінекей. Енді осы бізде нешеге тең деп тұр? Міне пи бөлінген 3-ге тең деп тұр. Осы жерден пи мен пи қысқарып кетеді, альфа неге тең болады? 3-ге тең болады. Қарапайым пропорциямен орындарында 1 қалады, альфа 3-ге тең. Альфаны тауып алдық. Сонда біздің жалпы функциямыздың түрі қандай екен? fx тангенс мұнда 3x минус π бөлінген 4 тұр екен достар. Енді достар, не істейміз әрі қарай? Біз әрі қарай мынау π бөлінген 2-ні табамыз. Бұның мағынасы не? Мұнда x-тің орнына біз π бөлінген 2-ні әкеп қойдық. Демек, мына жердегі x-тің де орнына π бөлі 2-ні әкеп қоямыз. Тангенс, мұнда 3 көбейтілген π бөлінген 2. Бұл деген бізде 3π бөлінген 2 деп бірден жазайық. Азайтылған π бөлінген 4. Енді бізде достар, тангенс 3π бөлі 2-ден есейді ауысып кетеді. Ұмытқамаңдар, мұны келтіру борышы 270 деген. Пи бөлі 2-де ауысады, не нәрсеге ауысады? Котангенске ауысады. Мұнда пи бөлінген 4-тің өзін жазып қоямыз. Енді 3π бөлі 2 деген ол мына жер. Одан азайттық, біз нешінші ширекке өттік? Міне. 3-ші ширекке өттік. 3-ші ширекте тангенстің таңбасы ол плюс. Сонда котангенс пи бөлінген 4 қалды. Бұл дегеніміз достар бізде 1-ге тең. Яғни котангенстің 45 градус осында. Все достар, есеп шықты. Келесі бізде 32. Мінекей достар, қараңдар. Функцияның ең кіші оң периодын тап дейді. Бұнда жерде бірінші мынау функцияның әрқайсысын жеке-жеке тауып отпаңдар достар. Ол жерде көбейтіліп тұрғанда басқалай табылады, ол өте ұзақ жолға кетесіңдер. ОБТ-да ол нереально сендерге не емес, тиімді емес ол жолмен шығар. Сол үшін мен көрсетіп жатқан жоқпын. Бізде бұл жерде міне тангенстің формасын ашамыз. Тангенстің формасын ашатын болсақ, 3x бөлінген 4 астында косинус 3x бөлінген 4. Тангенс деген синустың косинуске қатынасы ғой. Мұнда косинус квадрат 3x бөлінген 4. Квадратпен мына екеуі қысқарып кетеді. Бізде не қалады? Синус 3x бөлінген 4 көбейтілген косинус 3x бөлінген 4. Біздің функциямыз не істеді? Осындай түрге келді қазір міне. Енді мен былай жасасам болады, 2-ге көбейтемін. Қайттан 2-ге бөлуім керек. Яғни 2-ден 1-ге көбейтеміз деп айтсақ болады. Сонда мына жер бізге қайтадан нені береді? Синустың 2 еселенген бұрышының формуласын береді. Сонда 2-ден 1 көбейтілген синус. Мына нәрсе 2-ге көбейтіледі достар. 3x бөлінген 4-ті 2-ге көбейтетін болсақ, 3x бөлінген 2 қалады. Енді осы жерден біз периодын табатын болсақ, мына 2π бөлінеді. Мына x-тің алдында тұрған сан 3 бөлінген 2. X үстіне көтеріліп кетеді достар. 4π бөлінген 3. Все.
Сонда есептің шешімі достар 4π бөлінген 3-ке тең болады екен. Көрдіңіздер ме? Біз не істедік? Мынау берілген екі функциядан жеке бір функцияны құрастырдық. Егер мына жерде қосылып тұрса, ол есеп оңай шығушы еді. Типа әрқайсысын жеке-жеке тауып алып деген секілді. Қазір оған есепті тоқталамыз. Интрига болып отыр ма, қызық болып отыр ма? Ортасында плюс болса не болатыны қазір айтамыз. Все, осымен 32 бітті достар. Келесі 33. Міне. Мына жерде қараңдаршы, 3 функция қосылып азайтылып бірдеңе болып отыр әйтеуір. Біз не істейміз? Мынанікін бір табамыз, мынанікін бір табамыз, мынанікін бір табамыз. Сонда Т1 деп қойық. 3х, яғни 2π бөлінген 3 болады мұнда. Т2 деп қойық. Мынанікі 2π бөлінеді 2-ден 1. Сонда бізде не болады бұл? 4π болады. Мына 2 үстіне көтеріліп кетеді. Одан кейін Т3 бізде не болады? 4π бөлінген. Ой, қайдағы 4π? 2π бөлінген 4. Сонда бізде π бөлінген 2. Міне, Т1, Т2, Т3-ті тауып алдық. Енді не істейміз? Қазір бүйтіп жазып шығайын. 2π бөлінген 3, мұнда 4π, мұнда π бөлінген 2. Қазір ортақ бөлім береміз осы үшеуіне. Ортақ бөлім. Яғни 3, мұнаның астында 1 бар ғой, мұнда 2. Не болады ортақ бөлім? 6. Демек, мұнаны көбейтеміз 2-ге, мұнаны көбейтеміз 6-ға, мұнаны көбейтеміз 3-ге. Енді осы жерден мұнда 4π бөлінген 6, мұнда 24π бөлінген 6, мұнда 3π бөлінген 6. Міне жазып шықтық. Енді не істейміз әрі қарай? Енді мынау алымдарынан ең кіші ортақ еселікті табамыз, достар. Ең кіші ортақ еселік, достар, бұл жерде 24 болады, 24π. 4π, 20, типа, тек осы үшеуінің ішінен іздеу керек деп ойлап қалмаңдар, достар. Түсініктірек, әлде де бір айтайын. Ең кіші ортақ еселік іздейміз 4, 24, 3π мені. Қастарда пиларын жазып қойсылайық. Осы үшеуіне іздейміз, достар. Нені? Ең кіші ортақ еселікті мені 4π, 24π, 3π деген. Вот, осы жерден енді ең кіші ортақ еселік әрине бізде не болады? 24π болады. Ол басқа санда бола беруі мүмкін. Мысалға, кейбір есептерде, мысалға 1, 7, 9 болып тұрды. Например, ең кіші ортақ еселік мына жерде не болуы мүмкін? Мысалға, 63 болуы мүмкін. Өйткені мынау үшеуіне 63 болады, ең кіші ортақ есеп. Мен просто пример айтып жатырмын. Тек қана мына үшеуінен арасынан ғана шығу керек деген ереже емес, ол кәдімгі 5-ші сыныптағы ең кіші ортақ еселік қой, достар. Вот сонда мында 24π. Болды, енді осы 24π-ді аламыз да 24-ге бөлеміз. Қайда 24? 6-ға бөлеміз. Яғни мына астында 6 тұр ғой, ортақ бөлімге біз сол үшін келтіріп алғанбыз. Сонда мінекей, мұнда бізде 4π болады. Болды, жауап 4π сонда. Яғни біз қалай шығардық есепті? Бірінші қадам әр қайсысынан жеке-жеке периодтарды анықтадық. Екінші қадам ортақ бөлім бердік. Үшінші қадам ең кіші ортақ еселік алымдарына ғана, бөлшектің алымдарына ғана ең кіші ортақ еселік іздедік. Төртінші қадам сол ең кіші ортақ еселікті бөлшектің бөлімде тұрған санға бөліп жібердік. Біздің жағдайда 6 тұр, сол 6-ға бөліп жібердік, сонда 4π. Осындай 4 қадаммен шығады екен, достар. Келесі 34-ші есепте синус 3х, потом косинус осындай деп беріп қойған екен. Достар, синус кеседе, косинус кеседе дәл мына әңгіме, достар. Міне синуске мынадан жеке тауып аламыз. Мына жерде тангенс те келе беруі мүмкін, разница жоқ, жеке тауып аласың. Сосын барып осы әрекеттерді орындайсың. Мынау қазір көрсеткенім любой қосындының есептеріне орындала береді. Яғни мысалы синус қосу тангенс, косинус қосылған котангенс, или барлығы бірге келсе де осы жол, или болмаса мысалға мында мысалы квадрат болып қалса, қазір жазылмай қалады осындай кезде. Квадрат болып қалса былайынан. Онда біз кәдімгі мынаның периодын қалай табушы едік? Яғни квадрат болған кезде біз оны π бөлінген 4 деп табушы едік. Бағана айттым ғой, алдыңғы есептерде мен шығарып көрсеткенмін, квадрат болса осындай, яғни дәрежесі жоқ болатын болса осылай табылады. Осылай жеке периодын тауып аласыз, потом дальше ары қарай мына екінші қадамнан бастап былай қарай уже не істейді? Тура осылай қайталана береді, достар. Так, тағы да не айтуға болады жалпы? В принципе, осы бұндай есептерге қатысты айтылатыны. Енді мына есепте, достар, қарайықшы, бізде синус пен косинус келіп тұр да. Мынанікін жеке тауып аламыз. Бұныкі 2π бөлінген 3 болады периоды. Т1 деп қойсылайық. Мынанікін табатын болсақ, Т2. 2π бөлінген түбір асты 2 болады, достар. Енді қараңдар. Менде екеуіне ортақ бөлім. Екеуіне ортақ бөлім беретін болсақ, давайте мынаған түбір асты 2-ден берейін, мынаған 3-ден берейін. Сонда менде 2 түбір асты 2π, мұнда 6π. Астарында 3 түбір асты 2, мұнда 3 түбір асты 2. Енді, достар, қараңдар. Әр қарай бізге не істеу керек? Ең кіші ортақ еселік іздеу керек қой мына екеуіне.
бұл екеуіне ең кіші ортақ еселік табылмайды. Не үшін? Себебі мынау иррационал сан, мынау рационал сан. Естеріңде болсын, иррационал сан мен рационал санға ең кіші ортақ еселік табылмайды, достар. Демек, бұл бізде қандай функция болады екен? Мына екеуі периодсыз. Ұятсыз деген сияқты, периодты емес деп жазайын. Периодты емес ме? Мына функция қандай екен? Периодты емес екен. Бұл бір. Сосын сіздерде былайынан да келуі мүмкін. Синус мысалға x квадрат деп. Мынау да периодсыз, достар. Не екен? Бұл да периодсыз. Яғни мына x-ті дәреже болса ше, ол да периодсыз болады. Все, осындай нәрселер, достар, ұмытып қалмаңыздар. Осымен бізде қазір кері тригонометриялық функция мен период деген тақырыбымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Мынау ұлттық бірыңғай тестілеуде келетін есептердің жалпы түрі. Әрбір сөзімді мұқият тыңдасаңыздар, негізі барынша пайдалы ақпарат беруге тырыстым. Үй жұмысында есептерді міндетті түрде орындаңыздар, шығарыңыздар. Осымен видеоны аяқтайық. Сіздерге деген ыстық ықылас-шын құрметпен әдеттегідей Қазбек ағайларыңыз. Келесі видеода аман есен жүздескенше барлықтарыңызға сәттілік.